Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз кешкі асқа көкөністен нан бауыру жасап үйренеміз. Қараңыздар, қандай керемет. Видеоның соңынан аяғына дейін менімен бірге болыңыздар, бірге жасап үйренейік. Ал сүйікті менің көрермендерім, онда бүгінгі кешкі асымыздың ең бірінші қамырын жасалайық. Қамырға бізге 200 граммдай ұн қажет, жұмыртқамызды салдық, бір жұмыртқамыз және тұзды жылы суымыз қажет болады. Жақсылап қамырымызды ереп алайық бірінші. Мінекей, құрметті көрермендер, қамырымызды бастырып қойдық. Енді таза пакетімізге салып, осыны тестамызды қаншанша қойып қоямыз. Құрметті көрермендер, міне бізге бүгін кешкі асымызға қамырымызды бастырып қойдық. Енді бізге 500 граммдай етіміз қажет болады. Еттің маңызы жоқ. Қой етін алсаңыздар да болады, сиыр етін алсаңыздар да болады, жылқы етін алсаңыздар да болады. Бізде сүрленген жылқының еті бүгін дәмі өте керемет, ерекше болады. Және бізге қажет қызанағымыз қажет болады. Жуамыз, бір жуамыз, болгар переціміз қажет болады, чеснок қажет, сәбізіміз және картоп қажет болады. Осының бәрін біз өте үлкен етіп тураймыз. Ең бірінші онда етімізден туралайық. Және бізге асқабақ керек. Асқабақты ең соңында көрсетемін. Бұны қамырдың ішіне теркадан өткізіп қосамыз. Асқабақты қоя тұрамыз аржаға. Ең бірінші етімізді турап алайық. Етімізді турап майға, сұйық майға қуырып аламыз. Өте үлкен қылып тураймыз. Үлкен бады, қатты үлкен емес. Кусок, үлкен кусокта майдалап алмаймыз. Жирный болса да, яғни майлы ет болса да болады. Үлкен кусокта тураймыз. Мінекей, енді етімізді жуып, қазанымызға майымызды қойып қуырып алайық. Мінекей, құрметті көрермендер, қазанымыздыға майымызды құйып, майдан бір 200 граммдай май құйып, 150 граммдай май құйылды. Осы бізге жеткілікті. Етімізді жуып алдық тазалап, енді сковородкамызға салып қуырып аламыз. Қуырып алайық. Енді көкөністерімізге кірісейік. Енді құрметті көрермендер, көкөністерге көшеміз. Көкөністердің бәрін үлкен кусок қылып тураймыз. Яғни майдаламаймыз. 3-4 бөлікке бөле саламыз жай ғана. Сәбізімізді де солай үлкен етіп тураймыз. Қатты сақтаудың қажеті жоқ. Осындай кусоктарға, үлкен кусоктарға. Мамызды бөлек аламыз, өйткені екеуін бірге қазанға салсақ болады. Келесі картопымызды, чесногымызды еттен кейін саламыз қазір. Оны турап алайық. Майдалап теркадан өткізіп, или чеснокодавкадан өткізіп салсаңыздар да болады. Болмаса 2-3 бөлікке бөле салсаңыздар да болады. Қуырылып жатқан етіміздің етіне жаңағы сарымсағымызды үлкен кусок қылып етіміздің бетіне саламыз. Келесі бізде болгар переціміз. Болгар переціміз аяғында саламыз. Ең соңында, яғни тұзды үлкен кусоктармен тураймыз. Келесі картопымыз. Картопымызды қатты үлкен қылмаймыз, кіші қылмаймыз. 4-5 бөлікке бөле саламыз. Мінекей дайын. Бізде картопымыз осындай кусокпенен, болгар переціміз, сәбізімізбенен жуамызды турадық, көрсеттім сіздерге. Қызанақ салсаңыздар да болады, салмай қойсаңыздар да болады. Бірақ қызанақ кішкене сочность дейді ғой, суын шығарып, өзінің бір дәмін береді, ерекше дәмін. Турап қойдық. Енді қуыруға кірісеміз бәрін. Ал келесі бізде бұл асқабақ. Асқабағымызды
теркадан өткізіп аламыз. Мінекей асқабағымызды теркадан өткізіп алдық. Енді келесі бізде қамырымызға көшеміз. Мінекей құрметті көрермендер, етімізді жақсылап қуырып алдық. Енді келесі осы етіміздің үстіне жуамыз бенен сәбізімізді саламыз. Жай отта қуырамыз, бәрін өтте жай отта қуырамыз. Мінекей құрметті көрермендер, осылай қуырып алдық. Келесі біз картоплымызды саламыз. Енді картоплымызды тағы да 10 минут қуырып аламыз. Картоплымызды салғаннан кейін достар, қара бұрышымызды және тұз саламыз. Тұзды көп салмаймыз, тұз аз ғана саламыз. Неге десеңіздер, менің етім сүрленген, сондықтан тұзды аз саламыз. Жай оттықта қуырамыз. Ал мінекей құрметті көрермендер, картоплымызды пісіріп алдық. Енді осының үстіне бір чай қасық паприка саламыз. Томат пастасы емес, бізге сухой паприка қажет болады. Сухой паприка салып, үстіне қызанағымызды саламыз және болгар перецімізді саламыз. Жақсылап араластырып, үстіне су құямыз, салқын су. Тұзы сәл аздау сияқты, үстіне тағы да бір чай қасық тұзымызды салайық. Өйткені кішкене сәл тұзы аздау сияқты. Азғандай паприканың өзі әжептәуір бізге светін берді. Осындай болуы тиіс. Және енді осының үстіне суымызды құямыз. Көкөністеріміз, етіміздің бәрі суда батып тұру керек. Осыны 10 минут енді бұқтырып аламыз. Құрметті көрермендер, тестамыздың мінекей июі қанды. Біздің келесі картоплымыз жаңағы бұқтырылғанша біз қамырымызды жұқа етіп жайып аламыз. Құрметті көрермендер, қамырымызды яғни жақсылап жұқа етіп жайып алдық. Енді осының бетіне сұйық майымызды жағамыз. Сұйық майымызды жақсылап барлық жеріне тигенше жағып аламыз. Енді осының ішіне жаңағы асқабағымызды саламыз. Теркадан өткен асқабағымызды. Асқабақты сәбізбенен заменить етсеңіздер де болады, ауыстырсаңыздар да. Бүгін бірақ біз асқабақты алдық. Өйткені біздің начинкамызда, яғни жаңағы қуырылып жатқан етімізбен жаңа картоптың ішінде сәбіз бар. Соның орнына біз асқабақ алдым мен. Барлығын жақсылап ортасы арасына бүйтіп жағып алыңыздар. Бір тегіс қылып. Енді осыны былайынан жұқа етіп орап шығамыз. Рулет етіп ораймыз. Мінекей құрметті көрермендер, осылай рулет қылып келесі осыны былай бәрін кесіп шығамыз қиғашынан. Мінекей құрметті көрермендер, барлығын осылай орап кесіп шықтық. Келесі енді қайнап атқан жаңағы бұқтырылып жатқан етіміздің, картопымыздың, көкөністеріміздің үстіне саламыз. Орылды. Енді жаңағы қамырымызды оралған. Яғни рулетімізді, мінекей осы рулеттерімізді, осы қамырымыздың, яғни бульонымыздың бетіне былай салып шығамыз.
Мінекей, құрметті көрермендер, енді осы қамырымызды салып болған соң жай отта 40 минуттай пісіріп аламыз. Ал мінекей, құрметті көрермендер, біздің кешкі асымыз дайын болды. Қараңыздар, қандай енді кешкі асымызды ортасының бәрі слоеный болып әдемі піскен. Ортасына подливімізді қоямыз. Мінекей, қараңыздар, қандай керемет. Етіне зелендеріңізді, көк шөптеріңізді дәрлеп, тамақтарыңызды, кешкі астарыңызды жесеңіздер болады. Ал құрметті көрермендер, біздің кешкі асымыз дайын болды. Ондай болса, біздің кешкі асымыздың, нан бауырымыздың дәмін көрейік сіздермен бірге. Bismillah. Өте дәмді шыққан, құрметті көрермендер. Жасап көріңіздер. Дәмі ауызда ерейді. Және бүгін оразаның алғашқы күні. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, астарыңыз дәмді болсын. Құрметті көрермендер, мен каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі көріскенше.